Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Жұлдыздар рейтинг жобасы. Бүгін біз Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетіндеміз. Бүгінгі нәтиже қалай болмақ? Бірге анықтап көрейік. Университеттің ішіне кірдік. Дәл қазір ары бері жүрген студенттер өте көп екен. Хоп, шынымен рейтинг жобасын бірге анықтап аламыз. Дәл қазір жігіттерге, мына жақта жігіттер келіп жатыр екен. Жігіттерден байқап көрейік. Жалпы ассалаумағалейкум. Аты жөнің? Құдайберген Қуаныш. Университеттің студентісің. Иә. Бүгін 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесі. Жалпы өзіңіздің сүйіктіңіз бар ма? Қазіргі жоқ. Әзірге жоқ. Жалпы қыздарға арнап бір аналар туралы ән айтып бере аласың ба? Ән жаттамаған ем әлі. Бірақ аналар туралы ән білесің ба? Білмедім. Білмейсің ғой? Мүлдем естімегенсің ба? Естігем, бірақ жаттамаған. Жаттамағансың. Есімде жоқ. Көп рахмет. Жақсы. Енді мына жақта мына ағамыз келіп отыр екен. Ассалаумағалейкум. Аты жөніңіз? Мирзаев Кудрат. Жалпы аналарымыз туралы ән айтып бере аласың осы? Қазақстандағы қай әншінің аналар туралы әні сізге ұнайды? Жоқ, білмедім да. Сіз білмейсіз ба? Жоқ. Қай жақтан келдіңіз? Түркмениядан келдім. Түркменстаннан. Түркменстанда аналарыңыз туралы ән айтып бере аласыз ба? Түркменстандағы ән. Түркменстаннан енді. Бір ән айтып беріңізші, Түркменстанның әнін айтып бере аласыз ба? Жоқ. Өмірге келдім, анамды көрдім, деді ол жаным арайлы таңым. Анамның тілі ай болым менің, анамның тілі ай гүлім менің. Кет жүрсем сағынамын, сағынарым, анашым бір өзіңсің, сағынарым. Анашым шалқып жүрсең, алдымда ұзақ жүрсең, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Анашым шалқып өлсең, алдымда ұзақ жүрсең, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Тіршіліктің тұтқасынан алған, батылдық пен нәзіктік жаулаған аналарымыз, қыз-келіншектеріміз, ақ жаулықты әжелеріміздің төл мерекесі. Расында да осы жандар біздер үшін үлкен серпін береді. Біз сол кісілердің арқасында біз болашаққа деген бағдарымыз, болашаққа деген сеніміміз үлкен. Анашым шалқып күлсең, алдымда ұзақ жүрсең, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Жалпы аналарымыз туралы ән айтып беріңізші. Кішігірім аға. Мереке күніңмен қарсы алам өзіңді, аяулы күлкіңмен ары қарай білмеймін. Көргенше алаңмын, аңсаймын толғанам, қабыл ал балаңды, сәлемін жолдаған. Жас отанның жігіттері. Бұл жаңа жоба, Жұлдыздар рейтинг деп аталады. Жалпы бүгінгі шығарылым 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесіне арналып жатыр. Жалпы аналарымыз туралы ән айтып беріңізші. Аналар туралы ма? Міндетті түрде ма? Міндетті түрде болса. Әлемнің жарығын сыйладың сен маған, даланың әр гүлін сыйладың сен маған. Соны білем. Әлдилеп аялап өсірген жемісін, самал жел саябақ құшағың мен үшін. Мәңгі жарық күн сыйлаған маған, бір адам бұрыл өзінсің маман. Мейірімге бір өзіңнен ғана, жылуды да жүрегіңнен алам. Ардақты ана, аяулы мама. Суық күнде тоңбады ма
болып болмады ма деп, жалғызсырап қалмады ма деп, мен ойлап қам жемешім мама. Сәлеметсіздер ме қыздар? О, мінекей балмұздақ жеп отыр. Бізде енді күн жылы. Ұялмаңыздар. Қатты ұялып жатсыздар. Жалпы бүгін 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесі. Сіздерді шын жүректен құттықтаймыз. Рахмет. Жалпы аналарымыз туралы ән айтып беріңізші. Аналар? Мен вообще келмейді, дауысым бар ғой менің. Жоқ, сіздің даусыңыз маңызды емес. Тек қана аналарымызға ән арнап берсеңіз. Әлемнің жарығын сыйладың сен маған, даланың әр гүлін сыйладың сен маған, сен бердің құстардың қанатын самғаған, балалық құстарың өзіңе арналған. Г корпусының алдындамыз. Дәл қазір бұндағы жігіттер IT мамандығында оқитын басым көпшілігі. Қайрат. Жалпы аналарымызға ән арнап берші. Бір шумақ. Аналарымыздың кез келген ән. Мұзар тобының мереке күніңмен. Мереке күніңмен қарсы алам өзіңді, сәбилік сезіммен арнаймын сезімді. Ғазиз, жалпы қай факультетте оқисың? ИП 17 өткабір студент. Керемет. Жалпы аналарымызға бір ән айтып берші. Әлемнің жарығын сыйладың сен маған, даланың әр гүлін жинадың сен маған. Аналарымыз туралы. Аналарымыз туралы ән айтып берейік. Жет жерсем сағынарым, жабықсам сағынарым, анашым бір өзіңсің, табынарым. Ой, бәрекелді, көп рахмет. Аналарымызға Құдай қаласа келеміз сізге. Жұлдыздар рейтинг жобасы жалғасуда. Сізді 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесіне шын жүректен құттықтаймын. Жалпы аналарымызға ән арнап беріңізші. Ана, аяулы өзіңе мақтанамын. Ана, мен сені Меккеге апарамын. Ана, балаңның қолдаған бақталабын, бұлағымсың ана. Ана, аяулым өзіңмен мақтанамын. Ана, мен сені Меккеге апарамын. Ана. Ассалаумағалейкум. Жалпы керек емес, ұяламын мен шынымен. Жоқ, бір минутте. Аты жөніңіз жалпы? Аты жөніңіз? Жоқ, шынымен керек емес. Айта алмаймын мен. Жоқ, не айта алмайсыз? Ешнәрсе айта алмаймын. Ештеңе айта алмайсыз? Жоқ, 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесіне өзіңіздің анаңызға бір құттықтап беріңізші. Жоқ, ол керек емес, айтып тұрмын ғой. Ұяламын. Бұл жаңа жоба, жұлдыздар рейтинг жобасы. Жоқ, енді аналар туралы ән білетін шығарсыздар, жалпы естіген шығарсыздар. Мүлдем естімейсіз. Мүлдем естімейміз. Қойыңызшы. Тілек айт десең айтып бересінші. Ал жаңағы Сырым Исабаевтың бір өлеңі бар, анашым 100 жасағым деген. Ұрса да дауылмайыса көрме, ұсташы тіктеп бойынды. Анашым сенің көргім келеді, 100 жасқа келген тойыңды. Анашымды отырғызып жаныма, гүл берейін алақаныма. Анашымды отырғызып жаныңа, той берейін салып алақаныма. Ей адамдар шүкіршілік етіңдер. Асыл ана жау елжіреген, Асыл ана жүрегі елжіреген. Ассалаумағалейкум. Аты жөніңіз? Бақытжан. Жалпы Бақытжан, жалпы аналарымыз бүгін 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесі. Жалпы аналарымыз туралы ән тыңдадыңыз ба? Әрине. Қандай ән тыңдадыңыз? Анасы бай Алмирша ешқашан қартаймайды. Сол бір шумағын айтып бере аласыз ба бізге? Жоқ, мен сізге басқа айтып берейін да, төреғали. Жарайды, айтып беріңізші.
Опять салайын жаңағанды. Анашым шалқып күлсең, алдымда ұзақ жүрсең, жүрегім жыр толғайды. Көңілім ортаймайды, анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Ана сен бақыттысың жыламағын, жейтісіп жатқанда да қыламадың. Тәңіріңнен мен едім сұрағаным, сондықтан жыламағын. Әлемнің жарығын сыйладың сен маған, балалық құштарым өзіңе арналып. Мама, мәңгілік сен ғана, ана, көңілің кең дала, дарасың сен маған, данасың сен маған. Мақтанатын махаббатым. Әлемнің жарығын сыйладың сен маған, қаланың әр гүлін жинадың сен маған. Сәкен Майғазиев айтады. Қайсы ән? Шет жүрсем сағынан деген. Шамшы қалдаяқ па негізі ең басында. Сол. Шамшы қалдаяқтың әнін, яғни? Сәкен Майғазиев айтқаны бар. Басқа да көп қой, кім айтса да. Бір шумағын айтып бере аласың ба? Аналарымыз туралы. Шет жүрсем сағынарым, сағынсам табынарым, анашым бір өзіңсің табынарым. Жалпы аналарымыз туралы ән тыңдап көрдіңіздер ме өздеріңіз? Иә. Қандай ән тыңдап көрдіңіздер? Біз такси күтіп тұр еді. Жоқ, енді дегенмен ән тыңдап көрдіңіздер ме? Иә, тыңдап көрдік. Қандай ән тыңдап көрдіңіздер? Мысалы, кімнің әні? Қандай ән? Аяқ астынан еске де түспей қалады екен. Мысалға, Қайрат Нұртас, Сәкен Майғазиев, немесе жаңағы Қазақстанда көп қой енді аналар туралы ән айтатын әншілеріміз. Кімді тыңдап көрдіңіз? Қайрат Нұртасты көп тыңдаймыз. Қайсы ән, қайсы аналар туралы? Мама туралы өлең бар ғой. Аты жөндеріңізді айтып кетесіздер ме? Нұрлан Зинат. Жалпы серуендерге шықтыңыздар ғой, иә? Жалпы аналарымыз бүгін 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесі. Аналарымыз туралы ән білесіздер ме өздеріңіз? Да. Қандай ән білесіз? Қайрат Нұртастың ана деген. Айтып бере аласыз ба? Бір шумағын айтып беріңізші. Анам. Екеуміз қосылып айтып беріңіздерші. Елінің тойында негізі соны айттық. Сол ана туралы, иә. Ана туралы. Оны жанды айттыңыздар ма, жоқ әлде фонограммамен айттыңыздар ма? Жоқ, фонограммамен. Фонограммамен айттыңыздар. Дегенмен бір шумағын есте қалған шығар бәлкім. Куплеті немесе. Қалмаған. Мама. Ана деген өлеңі бар ғой сол. Сол ғой, жақсы, иә. Көрдіңіздер ма, құрметті достар, Қайрат Нұртастың әнін осындай жас жұбайлар өздерінің тойында шырқаған екен. Енді уақыт өте келе ұмытылып кеткен шығар. Көп рахмет, сіздерге жақсы серуен тілейміз. Көргенше алаңмын, аңсаймын толғанам, қабыл алып алаңның сәлемін жолла. Анашым шалқып күлсең деген. Қасымда ұзақ жүрсең, жүрегімде жыр толғайды, көңілім орталмайды деген. Мәңгі жарық күн сыйлаған маған, бір адам бар ол өзіңсің ана, бір өз мейірімге бір өзіңнен қанам, жылуды да бір өзіңнен алам, ардақты ана, аяулы мама. Құрметті достар, Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің 3-ші жатақханасындамыз. Дәл қазір осы жерден біздің жұлдыздар рейтинг жобасын бірге анықтап көрейік. Құрметті достар, жатақханаға келдік. Дәл қазір бөлмелерді ашып көрейік. Білмеймін, біз кетіп деп бәлкім бөлмелерді құлтап болған шығар. Енді мына жақтарды көрейік. Мына жақта бәлкім жігіттер бар шығар. Ассалаумағалейкум жігіттер.
сіздермен бірге кіре берсем болады ғой, иә? Ассалаумағалейкум. Бұл жұлдыздар рейтинг жобасы, жаңа жоба. Жалпы сіздерге келдік. Жалпы көңіл күйлеріңіз қалай? Өте тамаша. Біздің яғни техтің студенттерінің көңіл күйі әрқашанда көтеріңкі болады. Бүгін 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесі. Жалпы аналарымыз туралы ән тыңдадыңдар ма өздерің? Білесіздер ме жалпы? Аналар туралы ма? Білеміз. Қайсы әнді білесің? Мысалға? Іздеген алмадық. Достар екен. Қазір есіме түсір ғой, кішкене күтетіңіздер. Ағынарым, жабықсам жабығарым, анашым бір өзіңсің, сабынарым. Анашым шалқып күлсем, алдыңда ұзақ жүрсем, көйлегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Бұл жақты да құлтап қойыпты. Білмеймін, көбісі бізден қорқып жатқан сияқты. Мына жақта ешкім жоқ, мына жақта ешкім жоқ. Ұйықтап қалды. Білмеймін. Өзіңсің ғана, жылға жүрегіңіз маған, ардақты анам, аяулы анам. Жақсы жігіттер, рахмет. О, міне, осы жақта жатақхананың азаматы. Есімің? Айбар. Айбар жалпы 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесі. Бүгін қандай аналарыңыз туралы, немесе қыздар туралы қандай ән тыңдап отырсың? Ән емес, жолдағы құттықтау болса болмай ма? Құттықтау? Жарайды. Бірінші құттықтай одан кейін ән айтайықшы. Әрине. Құрметті әпкелер, құрметті аналар, құрметті осы біздің қарындастар, сіздерді келе жатқан 8 наурыз мейрамымен шын жүректен құттықтаймыз. Әрдайым денсаулықтарыңыз мықты болып, биік белестерге жете берулеріңізге тілектеспін. Асыл анам, жолығы желбіреген, асыл анам. Ары қарай. Ұмытып қалдым, қазір қуанышып тұрған екен. Асыл ана деген. Асыл ана? Айтып бересіз бір шуманы? Жоқ, асыл әжем. Асыл әжем? Мейлі, асыл әжеміздің. Асыл әжем, ғасыр әжем аңсаған. Сағынышым сар ормандай самсаған, әке болып жүргенімде ұмытып, әлі күнге еркелеймін мен саған. Қандай ана туралы? Шет жүрсем сағынарым, сағынсам табынарым, анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Анашым шалқып күлсем, алдында ұзақ жүрсем, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Шақтарда қалған жоқ жүзің құлап, жаныма ана сенің жырың құлар. Алдымда ұзақ жүрсең, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анашым бағып бар адамдар ешқашан қартаймайды. Құрметті достар, жұлдыздар рейтинг жобасы. Құрметті достар, біз қазір өкінішке орай қыздарымыз фыр-фыр қашып кетіп жатыр. Енді амал жоқ. Мына жақта көрейікші. Ассалаумағалейкум. Тамақтанып жатыр екен. Жігіттер, ассалаумағалейкум. Атыңыз? Сәкен болады. Бұл жаңа жоба, жұлдыздар рейтинг жобасы болатын. Жалпы
аналарымыз бүгін 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесі. Аналарымызға қандай ән тыңдадың ба аналарымыз туралы жалпы? Иә, тыңдағам. Қайсы ән тыңдадың? Анаға сәлем. Айтып бере аласың сол? Жоқ, мен әнге құмарым жоқ. Бір шумағын білесіз ғой, жалпы тыңдағасы білесіз ғой, бір шумағын? Білемін, оны қазір есіне шығып кетті. Анаға сәлемнің басша қандай? Мереке күнінен. Сенің анаң алтын, менің анам алтын, құлпыра бір қарындасым аман болып жалпын. Ақ жеңгелер әнін, сұлу қыздар сәнін, аналарды құттықтап қол соғыңдар бәрін. Ас бөлмесіне келдік, ас бөлмесінің қыздар қатты жауып қойған секілді. Не деген күш мынау. Екі-үш адам болып біз есікті аша алмай жатыр. Мама, мәңгі дос сен ғана, асыл ана. Көңілің кең дала, дарасың сен маған, данасың сен маған. Мақтанатын, мархабатым, махаббатым. Мақтанатын, мархабатым, махаббатым. Бүгінгі жұлдыздар рейтинг жобасының нәтижесі бұлай аяқталды. 5-ші орын Қайрат Нұртас. 4-ші орын Сәкен Майғазиев. 3-ші орын Музарт тобы. Бүгінгі рейтинг жобасының нәтижесі бойынша 2-ші орынға жайғасқан Шәмші Қалдаяқов атамыздың ана туралы жыр әні. Ал бүгінгі жұлдыздар рейтинг жобасының жеңімпазы 1-ші орын Нұрлан Өнербаев ағамыз.